Сәлем, құрметті менің YouTube көрермендерім. Қалайсыздар? Көп болды YouTube-ға видео салмағалы. Ата-аналардан көптеген сұрақтар келіп қапты осы балаға массажға қатысты. Мен сол сұрақтарға жауап берейін. Сіздер ең алдымен давайте видеоға лайк басып кетейік. Және де төменде қызыл кнопка тұр. Егер тіркелмеген болсаңыз, подписаться деген кнопканы басып тіркеліп алыңыз. Хорошо? Что там, лайк бастыңыз ба? Ендеше видеомызды бастаймыз. Так, мен ата-аналардың сұрақтарына өте маңызды деген сұрақтарын заметкеме жазып алып едім. Және де видеоның соңына дейін қарасаңыз өте пайдалы ақпарат айтатын боламын. Сондықтан видеоны айналдырмай соңына дейін қараңыз. Бірінші сұрақ, мен гидромассажный бассейн ашқан болатынмын. Сұрапты, гидромассаж деген не, оның пайдасы қалай деп. Гидромассаж дегеніміз ол бассейн арнайы Ташкент елінен, Өзбекстан елінен, Ташкент қаласынан білім алып, сол жақтан алып келдік. Өте пайдасы көп балаға. Оның біріншіден пайдасы баланың иммунитеті көтеріледі. Қан айналым жақсарады, баланың тәбеті ашылады, және де гипертонусына қатты тырысып алады ғой бүйтіп. Немесе гипотонус бос болады кейбіреулердің денесі. Сондайға жақсы эффект береді кәдімгідей. Аутизм балдарға, ДЦП-мен ауыратын балдарға осы именно плавный емес, именно гидромассаждан жақсы эффект болады екен да. Неге десеңіз, гидромассажда судың ішіне массаж болады кәдімгідей. Астына, жанына су атқылайды да баланың бұлшық етіне. Бассейнен шыққасын гидромассажын қолмен ручной массаж жасалады. Вот сол кезде күшті эффект болады. Осындай пайдалар бар жалпы. Так, екінші сұрақ. Баланың әшуінің ұшында тұз болса дейді, оны қалай кетіреміз дейді. Баланың әшуінің ұшында тұз жиналып қалады. Қай жағдайда? Егер памперспен көп жүрсе, біреулер болады, памперспен таңертеңнен кешке дейін толып кетеді памперстері. Ол баланың сүйегіне, мысалы, кіші дәретіне кішкене зияны бар, дұрыс шыға алмайды, ашиды, кейбіреулер даже кіші дәретке шыға алмай қалатын кездері болады. Датуаны аппақ тұз жиналып қалады. Оны сіз тазалап тұруыңыз керек. Баланы шомылдырасыз, дұрыс па? Сол кезде кішкене ұшын ашып, жуып деген сияқты да. Хорошо, сөйтіп тазалап, қарап, бетіп, ашқанда до конца қатты ашып жібермеңіз, қанап кетуі мүмкін. Кішкене бетіп ашып қарайсыз ғой, өзі аппақ бірдеңелер көрініп тұрса, тазалап жібересіз шомылдырғанда. Майлап қойыңыз арасында. Егер де асқынып кеткен жағдайда бала істей алмай, немесе дұрыс кіші дәретке шыға алмай, сондай болған жағдайда міндетті түрде хирург маманына апару керек. Приемға кәдімгі өзіңіздің поликлиникаға хирургқа апарасыз, өзі қарайды, жоқ қалай былай. Атак алдын аласыз ғой өзіңіз суға түсіріп. Так, келесі сұрақ, балаға қай уақыттан бастап ДТР беруге болады дейді. Вот міне осы күз айынан бастап ДТР-ді уже беріп бастай берсе болады балаға. Неге десе, уже күн салқындады, таңертең ерте. Тек қана ДТР емес, ДТР-ден қосымша баланы күнге шығару керек та. Күннен де бала ДТР алады ғой. ДТР-ді бермес бұрын, бірінші негізі балаға ол қажет па? Соны біліп алу керек. Беру керек екен деп бере бермей. Анализ тапсырып, ДТР-ні анализ тапсырасың, кальцийіне, ДТР-ні анализ тапсырып, тексеріп аласыз. Немесе кейбіреулерге ДТР кальций нормадан көп болады, баланың еңбегі тез қатып кетіп жатады. 2 айында, 1 айында, 3 айында еңбегі қатып кетеді. Ондай жағдайда ДТР беруге болмайды мысалы. Сол үшін арнайы дәрігеріңізден назначение аласыз, немесе анализ тапсырып, бірінші біліп алып, содан кейін барып беру керек. Негізі көп балдарға қазір ДТР жетіспейді. Рахит балдар көп, мысалы да. Сондай балдарға берсе жақсы эффект болады. Так, балам ішпен жатса жылайды, неге дейді? Так, достар, бала ішпен жатса жылайды, үйренбеген бала жылайды. Көп балдар ішпен жатқанын жақтырмайды. Неге? Себебі үйретпейді оны. Бала туыла салып, ішпен жатқызып үйрету керек. Бұл ішпен жатқанның пайдасы көп балаға. Біріншіден, баланың мойын бұлшық еті тез қатаяды. Омыртқа бұлшық еттері тез қатаяды. Бала уақытысында еңбектейтін болады. Уақытысында отыратын болады. Көрдіңіз бе, қандай пайдасы бар баланы ішпен жатқызғанның? Неге? Мысалы, ішпен жатты бала. Бала ішпен жатқаннан кейін уже 1 ай, 2 айнан бастап басын көтеруге әрекет жасайды. Былай мына жаққа не қылады, мына жаққа бетіне алады. Уже балаға қараңыз, ЛФК болады. Гимнастикада, көрдіңіз бе? Уже оның өз-өзіне массаж болады да мойнына. Сөйтіп тез қатаяды бала. Так, келесі сұрақ. Балам аяқ ұшымен тұрады. Қалай кетіреміз дейді. Достар, аяқтың ұшымен тұрады.
Қандай жағдайда? Балада гипертонус болса, гипоксия болса, бала аяқтың ұшымен тұрады. Аяқта баланың мысалы қолында гипертонус жоқ, бірақ аяғында гипертонус болуы мүмкін. Ондай балдар да бар. Немесе қолында гипертонус бар, бала тырысып алады, бірақ аяқ жағында ондай жоқ. Сондай балдар да болады. Гипертонусын кетіру керек. Невропатологқа барасыз, назначение аласыз, тексертесіз деген сияқты да. Гипертонусты босату керек бұл шығытта. Аяққа массаж істеу керек та. Легкий арнайы элфкалар бар. Мен көрсеткен ғой YouTube каналымда. Кіріп қарап шықсаңыз, арнайы баланың аяғымен ұшымен жүретін балаға қалай массаж жасалу керектігін көрсеткенмін. Кіріп қарасаңыз. Жалпы гипертонус болса, бала аяқтың ұшымен тұрады. Соны кетіруге болады. Сосын ондай жағдайда алдын алу үшін, аяқтың ұшымен тұрмас үшін кішкентай кезінен, мысалы қалыпты жағдайда 4 айға дейін гипертонус болады балада. 4 айға дейін, ал 4 айында жайлап кете бастайды. Біреулерде кетпейді. Уже 5-6 айында біреулер қадамаққа отырғызып қояды да, ол да болмайды. Зиян. Аяқтың ұшымен тұрып кетуі мүмкін. Сондықтан баланы кішкентай кезінен, мысалы 3 ай, 2 айынан үйіңізге для себе андай не алып қойыңыз. Ортопедический коврик бар ғой. Базаларды сатады көп қой. Соған жайлап күніге басқыза берсеңіз, анау тонусы жақсы кетеді. Аяғы мысалы майтабан болудың да алдын алады. Сондай жақсы көмегі бар да. Келесі сұрақ. Балам 4 айда енді, достар, ең алдымен давайте видеоға лайк басыңызшы. Лайк бастыңыз видеоға. И каналға тіркелмегеніңіз, тіркеліп кетіңіз. Осы видеоны WhatsApp чаттарға бір таратып жіберіңіз, басқалар да біліп жүрсін да. Көмегіміз дейсін, тегін ақпарат қой. Ешқандай өзінше отырсаң да. Келесі сұрақ. Балам 4 айда енді толады. 4 айда енді толады. Неше күннен бері мазасызданып жүр. Аузынан тоқтамай су ағады. Қолын аузына апарып жылайды, тісі байқалмайды. Шыңғырып, не дейді? Шырып келе жатқан. Не жазған? Бұндай жағдайда қалай көмектесуге болады дейді. Аузынан тоқтамай су ағады дейді. Жылайды дейді. Значит, балада тіс шықпаған, бірақ тісі енді жарып шығайын деп жатуы мүмкін да. Қызарып, иектері, не дейді тісінің үстіндегі? Десналары қызарып, енді жарып шығайын деп жатуы мүмкін. Содан да баланың аузынан көп су ағады. Ондай жағдайда баланың тісінің шығайын жатқан кезде бала ауырсынады ғой, оны басуға болады. Кәдімгі резина бар ғой, резина тістейтін. Соны холодильникке саласыз, кішкене мұздатып аласыз да, баланы кішкене соны тістетесіз. Ол ауырсынуды басады. Балаға ешқандай зиян жоқ. Келесі сұрақ. Сәлеметсіз, қызым бір жаққа аунап жүрген, енді қазір 5 ай. Сәлеметсіз, қызым бір жаққа аунап жүрген, қазір 5 ай жарым аунамай қалды дейді. Сосын санында 3 сызықтары, артында сызықтары анық емес дейді. Үшін бұлай бітеді. Қызым білмейме дейді, 3 ай ма 4 айында ма аунап жүреді дейді. 5 жарым айда уже аунамай қалды дейді. Ондай жағдайларда болады. Балада, мысалы, баланың қолында әлсіздік, слабость болуы мүмкін. Немесе бала перевес болуы мүмкін. Мысалы да, қарау керек. Балада әлсіздік болса, қолында әлсіздік болса, егер аунамай жүрсе, өзіңіз аунатып үйретсеңіз болады. Оның да арнайы видеосы бар. Видеоға кіріп, YouTube каналында видеоға кіріп қарасаңыз болады. Видеолардың арасында бар. Баланың екі аяғынан, екі қолынан ұстайсыз да, былай бүйтіп аунатып өзіңіз үйретсеңіз болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Ал жаңа сызықтарына келсек, баланың аяғының сызықтарына қатты мән берудің қажет жоқ. Ең бастысы, екі жан басындағы және де екі санындағы екі сызығына мән беру керек. Біреуі жоқ болып тұруы мүмкін, немесе біреуі төмен, біреуі қысқа болып тұруы мүмкін. Ол дисплазияның белгілерінің бірі. Ондай жағдайда егер сомнение болса, срочно ортопед маманына қаратасыз, точно диагнозын айтып береді сізге. Просто баланы көрмей ештеңе айта алмаймыз да. Келесі сұрақ, так. Маған невропатолог высокий тонус аятында деп айтты. Аяғында шығар, Маған невропатолог высокий тонус аяғында деп айтты. Ондай жағдайда не істеу керек дейді. Невропатолог баланың аяғында высокий тонус деген тонусы чересчур қатты да. Ондай жағдайда арнайы невропатологтың дәрілері бар беретін, қосымша массаж беретін негізі. Массаж и ЛФК.
яғни бұлшықетті босатуыңыз керек. Қатты мыжғылап жасамайсыз. Ондай жағдайда легкий жасайсыз. Легкий аяққа. Легкий тук-тук-тук жерге кішкене дүкілдету арқылы, ковриктерге неғылу арқылы босатасыз да, бұлшықетті босатуыңыз керек қой, тарасып тұр аяғы. Солай босатуға болады массажбен. Так, келесі сұрақ достар. Қыз баланың көкірегін сықпаса, ұшы шықпай кейін бала емізу қиын болады деген бір білгіш әпкеміз дейді. Ол қалай дейді, дұрыс па дейді. Достар, баланың омырауын сығуға болмайды, өте опасный процесс. Жағы ұшы шығу шықпау оған байланысты емес, ол табиғи затқа өзі шығады ғой. Сығу, егер сыққан жағдайда сіз дұрыс сықпайтын болсаңыз, бала маститке айналып кетуі мүмкін, омырауы немесе ракқа айналып кетуі мүмкін. Сондай жағдайлар болған екен. Сол үшін сығуға медицинада запрет қойған. Сығып жүрмеңіздер, хорошо. Бұрынғы әжелеріміз сыққан шығар енді. Бірақ қазір сықпаңыз, хорошо. Үлкен енелеріңіз сығу керек десе, сықпаймын деңіз. Сұрақтарыңыз болса комментарийге қойыңыз. Бұйырса келесі тақырыпта қандай видео түсірейін сіздерге.